Қайырлы кеш, құрметті біздің оқырмандар, ұстаздар, орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің қызметкерлері және біздің қонақтарымыз. Бүгінгі ұлы жұма күні барлықтарыңызға мүбәрак болсын. Ал енді осыны бастамас бұрын мен айтайын дегенім, менің аты жөнім Сағыныш Дүйсенқызы, кітапханалар жүйесінен. Енді биылғы жыл балалар әдебиеті жыл деп жарияланғанын барлықтарыңыздар білесіздер. Соның аясында биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы және ұлы ұстазымыз Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай осы балалар әдебиеті жылдың соңына қарай қандай жетістіктерге біз жеттік, кімдерді білдік, кімдерді әлі танып үлгермедік, қандай кітаптар оқыдық, олар қаншалықты қызықты болды, әсерлі болды ма, әлде болса сіздердің ұсыныстарыңыз бар ма, кітап сіздер оқисыздар ма, кітапханамен сіздер доссыздар ма, қаншалықты балалар жазушыларын білесіздер. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызды осы Zoom платформасына шақырып отырмыз. Бүгінгі біздің қонақтарымызбенен сіздер таныс болыңыздар. Қазір ол кісілердің бәрі осы Zoom платформасында отыр. Олардың мен атын бәрін атап өтейін. Содан кейін әрқайсысы өздері шығатын кезде біздің құрметті қонақтар өздерінің шығармашылығы бойынша өздерін таныстырып, өздерінің кітаптарын сіздерге көрсетеді. Сондықтан егерде сіздерде бір сұрақтар туындаса, сол сұраққа сіздер жауап ала аласыздар деп ойлаймын. Сондықтан кім шықса да, сол жазулы тұрса, қай мектептен шықтық, қай ұстаз, өздеріңіз сұрақтарыңыз берер кезде өзіңізді таныстырып өтіңіздер. Одан кейін мына Zoom платформасының өзінің бір уақытысы бар. Сол уақыт біткен кезде сіздер Zoom платформасынан кетіп қалмаңыздар. Біздер қайтадан қосыламыз. Сондықтан сіздерден өте өтініш, регламент сақтайық. Барлықтарыңыз шыққандарыңызға рахмет. Қазір бізде Zoom платформасына шақырған біздің қонақтарымыз ол Қанат Қайым, Сәуле Досжан, Рүстем Сауытбай, Зәуре Төрехан, Мира Сембай. Енді мен қарап отырмын, осы жерде біздің Қанат Қайым ағамыз бар ма екен? Онда Қанат Қайым ағамыз кеше бір себептермен айтып еді. Бірінші мен шығып сөйлеп кетсем. Енді онда мен сөз кезегін құрметті біздің оқырмандар, осы үлкен шараны ұйымдастырып жатқан біздің кітапханалар жүйесі көптеген орталықтармен бірге жұмыс жасайды. Соның біреуі Нұр-Сұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің адалдық алаңында біздің Парасат жолында қазіргі Антикор деген қор бар. Антикор деген ұйым бар. Ол біздің қазіргі жастарымызда парасаттылыққа, қайырымдылыққа, ізгілікке тәрбиелейтін үлкен жоба. Сол жобада біздер көптеген зиялы қауым өкілдеріменен жұмыс жасаймыз. Ол орталық бізбен тығыз байланыста. Енді біз осы қалалық бүкіл мектептермен де тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Бірақ әлі де болса мектептер бізбен бүкілі қосылып жұмыс жасап жатыр деп мен ойламаймын. Сондықтан сіздерменен жиі осындай алаңда бірге жұмыс істесек, біздің ұлтымыздың да, болашақ ұрпақтың да жақсы, инноватты, иманды ұрпақ болатынына сеніміміз мол. Сондықтан олар кітапты көп оқуына, қызығуына бәріміз бірдей атсалысуымыз керек. Енді мен сөз кезегін осы біздің жүйенің басшысы, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің басшысы Гүлбадан Сақтапқызына берсем деймін. Таныс болыңыздар. Рахмет, Сағыныш. Қайырлы күн, құрметті біздің оқырмандарымыз. Қайырлы күн, шақырылған қонақтар, ұстаздар, кітап сүйер қауым. Нұр-Сұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінен атынан сіздерге үлкен сәлем. Осы бізге бүгінгі жақсы тақырыпқа атсалысуға келулеріңізге үлкен сіздерге алғыс.
Биылғы жыл 2021 жыл, өздеріңіз барлықтарыңыз жақсы білесіз, балалар әдебиетін қолдау жылы. Осы жылы 2021 жылы біздер осы кітапханаларымыз бар, 18 кітапханаларымыз көптеген осы жыл балалар әдебиеті қорғау жылында көптеген үлкен іс-шаралар ұйымдастырдық. Бір жақсы қуанышпен айтатын жаңалығымыз енді осы биыл біз көптеген балалар жазушыларының кітаптарын өзіміз сатып алуға сондай бір мүмкіншілігіміз болды. Бүгінгі таңда біз 2000-нен астам балалар кітабын қала кітапханаларының қорын толтырдық. Балалар 2000-нан астам кітап неге келді. Соның ішінде осы бүгінгі Zoom конференциясының қонағы, жақсы өзім сыйлайтын, құрметтейтін Сәуле Досжан апамыз кітабын, шығармаларын, туындыларын өте көп алдық биыл. Енді көп рахмет, біздің әкімшілікке рахмет, өз тарапынан қаржы бөліп. Сондықтан мен бүгін өте қуаныштымын. Жақсы белгілі қоғамда өздерінің аты бар тұлғалармен мінекей бүгін кездесу ұйымдастырып отырмыз. Мира Симбай деген жазушы, балаларын ертегін жазатын өте бір жақсы, өзім құрметтейтін бір сіңілім. Өткенде Пепе Длинный чулоктың бір аударды ғой қазақ тіліне. Сол кезде сондай бір өте құрметтейтін, өте өзін сондай бір сыйлы жазушының бірі деп ойлаймын, аудармашы деп ойлаймын Мира Симбайды. Және де Зәуре Төрехан осы жерде болса өте қуаныштымын. Зәуре Төреханның да біздің қорларымызда көптеген кітаптары бар. Амина в стране намадов деген өткенде кітаптарын алдық. Сердце нашей Родины прекрасной, Астана деген кітаптарын алдық. Сондықтан және де айта кететіндім, жаңа Қанат ағамыз қазірде енді шығып қалар. Бізбен байланысқа Қанат ағамыздың да біздің кітап қорымызда кітаптары бар. Көпір астындағы үй деген, Еркеш Еркебұлан, және де ол ағамыз жазушы, әрі де редактор болады. Оның редактормен шыққанда туындылар біздің кітапханаларда бар. Сондықтан тығыз байланыста біз жұмыс жасап келе жатқан балалар жазушылары, қоғам қайраткерлері мінекей бүгін бізбен сұхбаттасып отыр. Мен бүгінгі қозғалатын тақырып өте маңызды. Қазіргі таңда балалар биыл, ал енді бұл жыл балалар әдебиетіне қандай өзгешілік әкеледі, балалар әдебиетіне қалам тербеп жүрген қандай жазушылар бар деген көптеген сұрақтар тұр екен. Мына не бойынша, бағдарлама бойынша, бірақ та жалпы осы кітаптар адамдармен кездескеніміз, олардың аузынан бір жақсы ой салатын әңгімелер болатынына сенімдімін. Жаңа жүргізуші айтып кетті, бүгінгі біздің ұйымдастырып отқан іс-шарамыз Парасат жолы жобасы аясында өтіп жатыр. Сондықтан бүгінгі енді іс-шарамызға сәттілік тілеймін. Қатысушылардың барлығына алғысымды білдіремін. Құрметті біздің Zoom платформасындағы біздің жанкүйер қауым, құрметті қонақтар, Қанат аға, қош келдіңіз. Енді микрофонды сізге береміз аға, өзіңіз сыр бөлісіңіз. Қанат аға, микрофоныңызды қосыңыз. Микрофон қосыңыз аға. Құрметті оқырмандар, сіздер қазір Zoom өшіп қалған кезде кетіп қалмаңыздар, қайтадан қосыламыз. Аға, микрофоныңызды қосыңыз. Қосыңыз аға микрофонда.
Сіздің микрофон өшірулі тұр, аға. Сөйлеңіз, аға. Енді естілді, аға. Естілді ме? Естілді, аға. Естілді ме? Естілді. Жақсы. Қосыла берейік пе? Қосылыңыз. Сөйлей беріңіз, аға, сөйлей беріңіз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Қайырлы таң, қайырлы күн, қадірменді оқырмандар. Бүгінгі біздің онлайн конференцияға қатысушы барлық қаламгерлер, әріптестер. Бүгін мына сіздердің өткізіліп отырған өте үлкен, балалар жылында өткізіліп отырған үлкен бір жаңағы маңызды шаралардың бірі деп есептейміз. Мұндай өзі бұрындары оқырмандармен бетпе-бет кездесіп жүруші едік. Қазіргі кездерде енді мына 1-2 жылдан бері мына пандемияның несінде осындай онлайнмен кездесіп отырмыз. Мұның да өзінің бір жаңағы қаламгерлер бір-бірімен жақындап кездесе алмағанменен жан-жақтағы алыстағы оқырмандарымызбен жаңағы сұхбаттасуға бір үлкен пайдасы бар шығар. Енді жалпы айтатын болсақ, балалар жылына байланысты елімізде балалар әдебиетіне байланысты көптеген іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Астанада, Алматыда, жан-жақтағы барлық облыстардағы мына өтіп жатқан іс-шаралардың бәрін қарап, қадағалап отырамыз. Біздердің мына жазушылардың өздерінің арасында жаңағы балалар әдебиеті деген арнайы чат бар. Сонда кімнің қандай жұмыс жасап жатқанын бір-бірімізге қоятын сұрақтарымыз, бір-бірімізден сұрайтын жаңағы ақыл кеңестеріміз, содан кейін жаңадан шығып жатқан шығармалар деген мәселелерді осыларды осы чатқа салып, кейбіреулерін өзара талқылап отырамыз. Енді күні кеше ғана міне жазушылар одағында өздеріңіз байқап біліп отырған шығарсыздар. Мына жалпы орта білім беретін ұйымдардағы оқушылардың мына оқитын кітаптарының тізімі бірнеше жылға соны бекітіп, қандай бағытта біздің мектеп оқушылары қандай бағытта көркем әдебиет оқу керек, соның тізімі жасалуына байланысты үлкен кеше бір біздің арамызда жазушылар одағында жақсы әңгіме болды. Бұл да бір үлкен шаруа болар. Мен өзі енді мына Қазақстан жазушылар одағындағы балалар әдебиеті кеңес төрағасының орынбасары болғандықтан біздің секцияның жұмысы туралы да айта кеткім келеді. Бұл жерде жалпы мына қазіргі жағдайға байланысты біздің де бас қосуымыз көп жағдайда сирек болғанмен жұмыс істеп жатырмыз. Осы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты жалпы мына балалар әдебиет жылына байланысты біз қазіргі кезде бір үлкен балалар әдебиетіне арналған арнайы бір конференцияны сондай ұйымдастыруға қазір кеңес мүшелері барлығы баяндамаларын бөліп алып дайындап жатыр. Осыған байланысты үлкен бір кеңес өткізуді жоспарлап отырмыз. Енді қазіргі күнге жасалып жатқан осындай шаруалар бар. Басқа қаламгерлерді өздерінің білетіндерін жаңағы естіп жатқандарын айтып жататын болар. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Платформасында отырған сұрақтарыңыз бар ма екен біздің ағаға? Оқырмандар, біздің ұстаздар, әріптестер. Сіз аға мына жерде көбісі мектептен біздің әріптестер отыр. Оларға сіз не деп айтар едіңіз кітапты оқу туралы? Мектепте
Ұстаздар ма, оқушылар ма отырғандар? Сосын кейін бірен саран оқушылар бар. Көбісі ұстаздар. Ұстаздар болатын болса, біз қазіргі кезде жаңағы осы балалар кітап оқымайды, барлығы мына әлеуметтік желіге кіріп кеткен деген әңгімелер бар. Енді ол расымен болғанымен кітап оқу мүлде тоқталып қалды деуге болмайды. Дегенмен жаңағы ұстаздарға да, балаларға да айтатын бір әңгіме, осы мына көркем әдебиет оқу кезде әрбір жасына қарай, мына өздерінің қабілеттеріне қарай балаларға қандай бағытта көркем әдебиет оқуға ұстаздар осы бағыт бағдар сілтеп отырса, біздің жаңағы қазақ әдебиеті болсын, жалпы әлем әдебиеті болсын, солардан қандай осы шығармаларды оқуға болады. Бұрынғы алдымыздағы болған үлкен классик жазушыларымыздан кімдердің қандай шығармаларын оқуға болады. Қазіргі жазып жүргендерді деген мәселелерді, осылардың барлығын мына әсіресе кітапханаларда осылардың тізімдері тұрса, ең бірінші бастап оқитын қандай адам өзі бір кітап оқыған кезде бір деңгеймен көтеріледі ғой. Сол деңгейдің барлығын жаңағы ұстаздардан сұралатын нәрсе, осы жаңағы балаларға бағдар беріп отырса, сонда олардың кітап оқуға деген құмарлықтары да арта түседі деп ойлаймын. Сіздің, ал енді құрметті біздің платформадағы қонақтар, оқырмандар, қазір мына Zoom платформасы қазір тоқтайды. Сосын кейін біздер қайтадан қосыламыз. Кетіп қалмаңыздар. Сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар. Мына өшкенше менің айтайын дегенім, осы бізді қонақта отырған біздің жазушылардың кітабын сіздер оқыңыздар. Керек болса, о кісілердің кітаптарын сіздердің қолдарыңызда жоқ болса, біздер ссылкасын бере аламыз. Сөйтіп балаларды сіздер сол кітаппенен қызықтырсаңыздар. Біздің қонақтардың кітабын көбісі оқи алды деп мен ойламаймын. Ал енді екінші қойылымға қош келдіңіздер біздің. Мен ойлаймын, қазір біздің мына Zoom платформасында сіздерге барлық осы ссылкасын жіберіп едік. Біздің 37-ші мектеп, 67-ші мектеп, 16-ші мектеп, 87-ші мектеп, 57-ші мектеп, 14-ші мектеп, 15-ші мектеп, 63-ші мектеп, 43-ші мектеп. Сіздер барсыздар ма? Бар болсаңыздар, құрметті ұстаздар қауымы, өздеріңіздің игі тілектеріңізді, сұраныстарыңыз болса, біздің бүгінгі қонақтарымызға айтуларыңызға болады. Сол кісілердің кітаптары сіздерде бар ма? Жоқ болса, оны да осы бүгінгі платформада айтуларыңызға болады. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Біздің кітапханалардың ішінде біздің нөмір 3-ші балалар кітапханасы бар. Балалар кітапханасы өте осындай жазушыларменен, мына республикалық деңгейдегі балалар журналдарыменен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Сол біздің кітапхана сияқты сіздер де жандарыңызда біздің кітапханалар болса, тығыз байланыста жұмыс жасасаңыздар. Бізде үлкен-үлкен жобалар бар. Онда сол мектептер біздің кітапхананың жобасына қатысып, белсенді республикалық деңгейдегі журналдарға шығып, марапатталып, көптеген байқауларға қатысып жүр. Сондықтан сіздерге құлақ қағыз. Ал енді келесі сөзді мен бергім келіп отыр. Біздің қонақтардан кім бар екен? Біздің қонақтардан, ал енді кімді көрдім? Мен соларға микрофонды ұсына берейін. Ал біздің бәрімізге көптен таныс, бізбен тығыз байланыста жұмыс жасайтын, біздің көптеген жобаларға қатысқан, өзіндік қолтаңбасы бар, жаста болса, Зәуре Төреханға берем. Зәуре, микрофоныңызды қосыңыз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгін осындай жақсы кездесу ұйымдастырып жатқан Нұр-Сұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне үлкен алғысымды білдіремін. Сағыныш Дүйсенқызы осындай инициатива
жасап, біздің барлығымыздың басымызды қосып, осында біріктіргеніңізге көп рахмет. Гүлбадан Сақтапқызына да көп рахмет. Бұл енді бүгін айта кететін бір нәрсе, біздер осы жақта жиналып отырған жазушылар барлығымызда өткен жылы, 2020 жылы пандемия кезінде танысқан болатынбыз. Барлығымызда онлайн таныстық, бір-бірімізді өмірде көрген жоқпыз, десе де өте жақсы достасып кеттік. Оның себебі біздер қазақ және мажар әдеби шеберханасын өткіздік. Бұл әдеби шеберхана балаларға арналған шығармаларды қазақ және мажар ақын жазушылары қосылып, осындай бір әдеби шеберхананы өткіздік. Біздің барлық шығармаларды, ол 40-тан астам шығарма, Мажарстанда, яғни Венгрияда, Будапешт қаласында, біздің барлық шығармалар Венгрияда шықты. Сөйтіп біздер осы шығармалардың барлығын өзіміздің шығармаларымызды мажар тіліне, мажар шығармаларын қазақ тіліне аударып, барлығымыз бір үлкен жұмыс атқардық. Осында отырған Мира Сембайқызы көптеген шығармаларды бізге кереметтей аударып берді. Осында отырған Рустем Сауытбай ағамыз да өзінің шығармаларын ұсынды, және біз осы әдеби байқауда, 2020 жылы ұйымдастырылған әдеби байқауда біздер көптеген нәрсені үйрендік десек те болады. Сол шығармаларды оқимыз десеңіздер, қазір мен оны чатқа саламын. Чаттан көретін боласыздар. Енді өзім жайлы айта кететін болсам, қазір ғана Гүлбадан Сақтапқызы айтып кеткендей, менің бірнеше кітаптарым осы Нұр-Сұлтан қаласының кітапханаларында барлықтарыңызға қол жетімді. Олардың бірі менің ең тұңғыш фэнтези романым «Амина Туран в стране номадов» деген кітап. Бұл кітап 2018 жылы дүниеге келді. Алматы кітап баспасы басып шығарды. Бұл кітап туралы айта кететін болсам, бұл фэнтези жанрында жазылған сондай орыс тіліндегі кітап. Енді роман десек те болады. Көбінесе 10-11 жастан бастап осындай балаларға арналған. Енді тағы да 2016 жылы менің осындай бір кітабым шықты, біздің сүйікті қаламыз Алматы деген. Бұл да Алматы кітап баспасында шыққан кітап. Бұл кітап Алматы қаласының 1000 жылдығына арналған, яғни балаларға қала жайында осындай бір әдемі кітап, яғни жол сілтеме сияқты қаланың топ көрнекті жерлері жайында, оның тарихы жайында, мысалы қай заманнан бастап өрбігені дегендей, қандай бұл қала неліктен 1000 жылдықты тойлады деген сұраққа жауап ретінде көбінесе біздің мысалға қала тұрғындары, қала дегеніміз бұл Алматы қаласы бұрын соңды болмаған, ол қала Верныйдан басталған, яғни 150 жылдық тойғаны атап өтілуі керек деген сияқты бір алып қашпа әңгімелер болды. Бұл кітап мынандай өздеріңіз көрсеңіздер болады. Мына жерде біз мынандай күміс теңгелер табылған.
қала 1000 жылдығын атап өтуге әбден лайықты деген бір дәлел келтірдік. Яғни бұл теңгелер 1271-72 жылдары Масудбектің өткізген ақша реформасының нәтижесінде пайда болған ақшалар. Негізі бұл ақшалар 1969 жылы ботаника бағында табылған, бірақ сол кездегі совет үкіметі кезінде оны ашық айтуға мүмкіндік болмаған. Және бұл қаланың бұрыннан бері келе жатқан тарихы бар екендігі ол жайлы айтуға болмайтын еді. Енді бұл кітапта тек қана сол тарих қана қамтылмаған, сонымен қатар қаланың әдемі көрікті топ 10 жерлері, яғни шетелдік кітаптарды алып қарайтын болсаңыздар, мысалы Москваведение, Берлин, не болмаса Мадрид, Лондон жайында кітаптарды қарайтын болсаңыздар, ол жерде балаларға арналған топ 10 мысалға әдемі жерлер бар деген сияқты, сондай жерлерді көрсетеді. Біз де сондай топ 10 жерлерді таңдадық. Алматының спорттық және базаларын көрсеттік. Оның табиғаты жайында да сондай бір бөлім бар. Мысалға, Алматы қаласы және Жетісу өңірі барлық алмалардың мекені деген сияқты осындай бір ақпарат бердік. Содан соң Алматы және негізі орталық Азия бүкіл дүние жүзіндегі қызғалдақтардың отаны деген сияқты осындай бір ақпарат бердік. Бұл кітап Алматы кітап баспасының менің Қазақстаным деген шағын патриоттық сериясының бір бөлігі. Яғни неге ол шағын патриоттық серия? Себебі бұл балаларға арналған 2 кітап. Қазір екіншісі туралы айтып кетемін. Бірінші, егер жалпы патриоттық серия туралы айтатын болсақ, Алматы кітапта 60-тан астам қазақ халқының мәдениеті мен оның мәдениетіне қатысты барлық кітаптар қамтылған. Ол 60-тан астам кітабы бар. Яғни ол жерге Қазақстанның табиғаты, тарихы, киімдері, алтын бұйымдары, тағамдары, тағы да сол сияқты барлық осындай саятшылық туралы, соғыс өнері жайында тағы да сондай сияқты кітаптары көп. Сондықтан біз сол кітаптардың шағын сериясына айналдық. Енді міне мысалға екінші кітап 2017 жылы шыққан. Бұл кітап Ел жүрегі ажарлы қала Астана деген кітап. Бұл кітап 2017 жылы өздеріңіз білесіздер, Нұр-Сұлтан қаласында, ол кезде Астана қаласы атанған, экспо көрмесі өткен болатын. Бұл кітапта негізі балаларға арналған, себебі осы Нұр-Сұлтан қаласында балаларға қандай әдемі жерлер бар. Олар балаларға қандай қызмет атқарады, мысалы қандай қызмет алуға болады деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде де біз Астананың тарихына көп көңіл бөлдік. Бұл жерде айта кететін нәрсе, Астананың 10 топ көрікті жерлерін ғана емес, сонымен қатар біз Астананы 2-ге бөлдік, яғни ол оң жағалау және сол жағалау ретінде. Әрбір жағалаудан мына қазақтың киелі 7 санына негізделе отырып, бұл кітапта 7 тақырып қамтылған, 7 оң жағалаудың 7 көрікті жерлері, сол жағалаудың 7 көрікті жерлері қамтылған. Және бұл кітаптың ең қызық жері, ол да деректі повесть ретінде жазылған, яғни бұның бас кейіпкері Аружан деген қыз. Енді Аружанға көмек беретін, оған
ақыл кеңес айтатын жақсы бір жаңағы хабарламаларды беретін осындай бір Айя деген робот бар. Айя Аружанға осындай хабарламаларды жіберіп, осы маңызды деректерді береді. Бұл кітапта шамамен 400-ден астам сурет бар, 90-нан астам фактілер қамтылған, яғни Айя берген осындай хабарламалар туралы айта кететін болсақ. Және мен өткенде бұл жерде 7 бөлім бар. Ол да негізі тарих, көрікті жерлер, спорттық нысандар, білім саласы және табиғат жайында барлығы осы кітапта балаларға арналған барлық қажетті ақпарат бар. Бұл кітаптардың барлығы Нұр-Сұлтан қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде қолжетімді. Және менің жаңадан шыққалы жатқан, биылғы жылы шығайын деп жатқан бір кітабым. Ол кітап бұйырса жаңа жылға дейін шығып қалуы керек. Ол Күйе көбелектер шаһары деген кішкентай оқушыларға арналған сондай ертегі. Бұл ертегі 2019 жылдан бастап Айтшы Әжетай деген республикалық журналдарда жарық көріп жүр. Бұл әрбір журналдың әрбір санында біз бір ертегіден беріп отырдық. Енді осындай бір мысалға қарасаңыз, осындай бір әдемі суреттері бар. Осындай бұны жаста болса өте жаңағы талапты қыз салып берген осы суреттердің барлығын. Бұл кітап ретінде журналда шыққан барлық ертегілер, яғни осы мына барлық журналдар кітапханалардан көруге болады. Осындағы шыққан барлық ертегілерді біздер жинап, ақыры бір кітапқа жинастырдық. Ол жаңағы кітаптың суреттері қазір салынуда. Және бұйырса бұл кітап жақында бізге қолжетімді болады. Және айта кететін нәрсе, Қазақ радиосында осы ертегі бойынша балаларға базарлық деген радио бағдарламасында, Толқын Сұлтан радио бағдарламасында осы ертегі дыбысталып, оны осы сенбі күні сағат 9:30-да тыңдауларыңызға болады. Болды, енді басқа сұрақтарыңыз бар болса, қоя беріңіздер. Егер болмаса, онда келесі жазушыға сөз берейік. Ал Зәуре, үлкен рахмет. Осы шара біткенше бәрінде сұрақ туындар деп ойлаймын. Енді кезекті сөзді Рүстем, барсың ба айналайын? Рүстем Сауытбай. Сәлематсыз ба? Рүстем. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Ал енді өзіңіз туралы айтып етсеңіз. Таныс болыңыздар, тағы да бір балалар жазушысы. Сіздердің әріптестеріңіз болады, математика пәнінің мұғалімі бола тұра, балаларға деген өте қызықты шығармалары бар. Енді жеке өзінің аузынан естейік Рүстемнің. Шақырғандарыңыз үшін рахмет. Осындай шара ұйымдастырғаныңыз үшін. Мен өзімді қысқаша таныстыра кетейін. 2017-тен бастап осы кітап жазумен айналысып келе жатырмын. Негізі бұндай жазу немесе жаңа журналист емеспін. Ертегі жазумен айналыса бастадым. 2017-тен бастап алғашқы кітабым жаңа қиялы әлемнен ертегілер деген кітабым шықты 2018-де. Сосын 2019-да Шоко әлем деген кітабым шықты. Бұл Қазақстанда алғашқы фэнтезилардан есептелетін шығар.
нақты білмедім. Осы 1000 тиражбен шыққан болатын. Содан кейін тағы бір рет 1000 шығардық. Біткеннен кейін жалпы бұл кітаптан 3000 дана шығардық. Негізі соны деп біткен болатын бұл. Бірақ осындай қызығушылық көргеннен кейін бұны жалғастырдық. Тылсым Меліпсахар деген жалғасы болды. Енді бұл не жайлы бұл кітап? Эйля мен Райл екі бауыр жаңағы Шоко әлем деген, Шоко деген яғни шоколад әлеміне түседі. Яғни пападан, орысша айтқанда пападансы дейді бұл. Бұл фэнтезиде жанрлар бөлінеді ғой. Айдаһар, шайқас жанры бар. Жаңағы тағы да нелер бар. Школа магии дейді, жаңағы сиқыршылар жанры болып бөлінеді. Қара фэнтези болып бөлінеді. Мынау фэнтези негізі жаңағы сиқыршылар болып сиқыршыларға жатқызуға болады. Сол сиқыршылар әлеміне түседі жағынан. Жаңа шоколадтан жасалған әлемге түседі. Сағыздан жасалған бір не бар. Әлемге түседі. Бір үңгір арқылы. Жаңа әжесі айтып берген бір үңгір арқылы түседі. Сол жерде жаңа оқиғалар басталады. Ол жерде әкесі бір түсіп кетеді. Сол жерде түсіп кеткесін, бір жағынан әкесін құтқаруға барады. Жаңағы Эйля мен Райл бір жағынан жаңағындай көптеген қиындықтарға тап болады. Сол жерде проблемаларды шешіп, әкесін құтқарып, сондай қызық оқиғалар кездеседі. Негізі сол жайлы кітап. Енді қазіргі таңда мен 3-шісін жазып жатырмын, аяқтап қалдық. Негізгі 6-7-ге дейін жазамын деп жатырмын. Орысшасында аударып қалдық. Біріншісін орысшасы дайын, жақын арада орысшасында да шығаратын шығарамыз. Ал негізі ағылшыншасында шығарамыз ба деген ойымыз бар. Ол үлкен келешекте. Сондай негізі мақсатымыз бар. 6-7-ге дейін сондай бір цикл, яғни бұл Шоко әлем цикл деген цикл болады деген ойдамыз. Өйткені қызығушылық қатты. Негізі ондай күткен жоқпыз, ондай жақсы не болады деп. Соны деп бітірген болатынбыз. Негізі тек қана фэнтезиде көптеген нелерге жазылған дұрыс талап бар негізі. Тек қана жаңа пападанс емес, басқа әлемге түсу ғана емес, айдаһар болсын, басқа жанрлар болсын, фэнтезидің ішіндегі. Өйткені жоқтың қасы деуге болады. Өйткені балалар жаңа орысша оқып жатыр. Өйткені қазақшадан табылмайды, қазақша орысша оқып жатыр. Сондықтан мен айтарым сол негізі. Жаңа Алиса в стране чудес білесіздер, ол да автор математик болған негізі. Жаңа абсурдизмнің несіне жатады ғой негізі, жанрына жатады ғой. Ол жерде де жаңа нелер бар, неше түрлі қалжыңдар бар деген әртүрлі нелер бар. Сол сияқты да жазуға болады. Әртүрлі жазылатын көп нәрсе бар негізі. Сол жанр бойынша. Ал жалпы өзім мен педагогпын. Әлі сабақ берем. Енді бұрынғыдай емес. Қазір Астанадан осы жылы осында көшіп кеп, Астана кітап баспасында жұмыс істеп жатырмын. Қазір енді толыққанды немен айналысып жатырмық, жазумен айналысып жатырмық. Енді тездетіп жазып жатырмық. Бұрынғысына қарағанда тездетіп жазамыз деп ойлаймыз. Жалпы сол айтатын. Зәуре Төреханова да көп рахмет айтамыз. Бір-бірімізді жаңағында байланыстырып, жаңа сіздермен де жаңағында байланыстырып, осындай іс-шара бар екен деп шақырып жатыр. Сіздерге де көп рахмет. Осы жаңағындай іс-шаралар арқасында көп жазушыларды да танып қалдық. Біз жаңағы
чаттар арқылы, группалар арқылы жас жазушылар көп екен негізі. Жаңағы осы жылы балалар әдебиеті жылы бұл көптеген шаралар болды. Қарасақ, көптеген жазушылар шығып келе жатыр екен. Яғни бұл алдымыздағы жылдарда жақсы жазушылар шығады, жақсы шығармалар шығайындап келе жатыр. Сондықтан күшті әдебиетіміз бұл салада гүлдеп келе жатыр деп айтуға болады. Сондай үмітіміз бар, яғни жақсы туындылар шығады деген ойдамын. Жалпы сол. Рүстем, сізге үлкен рахмет, бірақ әлі алаңнан кетпейсіз деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Осы ненің соңына қарай тағы да сұрақтар туындайды ғой деп ойлаймын. Ендігі біздің сондай бір өзінің ертегілерін жазған кезде, өздерінің балаларымен келісіп, балалар оқып, егерде балаларға қызық болса, осы басқа балаларға да ұнайды ғой деген сондай бір жан дүниесіменен, балаларға деген махаббатменен жазып жатқан бізде бір жас жазушы қызымыз, ол Мира Сембай. Микрофон сізге ұсынамыз, Мира. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті кітап сақшылары, кітапханашылар, сіздер нағыз кітаптың сақшыларсыздар. Және құрметті қаламгерлер, осында отырған ұстаздар, ата-аналар мен осы конференцияның ең үлкен қонақтары оқушылар. Негізгі кітаптардың оқырманы, балаларға арналған кітаптың оқырманы сол оқушылар ғой. Осы конференцияның ең үлкен қонақтары сол кісілер, сондықтан қайырлы күн деймін. Мира Сембай қызы, өзім физика бойынша бітіргенмін. Бірақ қазіргі уақытта аудармашымын және балаларға арнап ертегілер жазамын. Осы жақында ғана бірінші кітабым шықты, Мейірімді шаңсорғыш деген. Алтын сапа баспасынан. Бұл жерде 4 ертегім енген. Бұған дейін ертегілерімнің көбі республикалық ұлан, балдырған газет журналдарында шығып жүрді. Және аудармадан мынандай кішкентай көлік Машка деген ертегім шықты. Сосын менің ең өзім қатты қызығып, сондай қызығушылықпен аударғанына кітабым Астрид Лингреттің Пиппи ұзыншылық деген кітабы. Бұл Фолиант баспасынан шықты, тағы бір кітабы. Мен осы кітапты аударып, қыздарым өзі оқыды. Менің 7 балам бар. Мен ертегілерді жазған кезде осы балаларыма арнап жазам да. Оларға деген, олар айтады, маған ертегі керек, бізге деген әңгіме оқып беріңізші дейді. Содан кейін отырамда ертегі шығарам. Егер оларға ұнаса, оны отырып жазамын. Демек, балаларға ұнады, басқа балалар сіздерге де ұнайды деп ойлап. Осы Астрид Лингреттің Пиппи ұзыншылығын оқығаннан кейін қызым айтады, мама, менің осы кітапты оқығаннан кейін кітап оқуға деген қызығушылығым артты дейді. Сондықтан оқушылар, құрметті оқушылар, сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Тілін өте жеңіл, сіздер түсінетіндей жеңіл аударуға тырыстым. Және сонымен қатар мазмұндама қорынан жақында ғана шықты Элиза Бөрнеттің Құпия бақ деген. Ол да балалар сіздерге арналған, міндетті түрде оқуға кеңес беремін. Ал енді менің осы жерде отырған ата-аналарға және ұстаздарға айтар кішкентай кеңесім, балаларды кітап оқытуға баулайтын біз өзімізбіз. Егер біз кітап оқымасақ, өзіміз кітапқа қызықпасақ, балаларды қызықтыра алмаймыз. Сондықтан оларды бір жарыстар ұйымдастырып, бір-бірімен, бала деген бір-бірімен жарысқанды, сайысқанды жақсы көреді ғой. Солай қып кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттырайық. Бұл өзіміздің балалардың болашағы үшін керек. Өз басым сол үйде балаларды бір-бірімен жарыстыруға тырысып. Мысалы, бір мақал жаттасаң 10 теңге берем деген сияқты. Ол кішкентай ғана, бірақ олар мотивация сол. Сөйтіп, мысалы, 100 теңгеге 10 мақал жаттап алады. 100 теңге берем, еңбек етеді, 10 мақал жаттайды. Немесе Мұхтар Шахановтың Отырар дастаны
соны менің 6 балам түгел жаттап шықты. Ана әріп білмейтіндер ана үлкендерінің жаттауымен бірге ілесіп, әріп білмесе де жаттап алды. Бәрін марапаттадық. Және ол қойылымды бізге қойып берді. Әрқайсы біреу Шыңғысхан болып, біреу Хайырхан болып. Сөйтіп ата-аналар, оқушылар, мұғалімдер өзіміз жандай балаларға шабыт беріп, кішкене артынан итеруіміз керек. Кітап оқуға бір қызығушылық оятып, мәжбүрлеуіміз керек па, сондай өзіміз қолға алуымыз керек. Ал оқушылар, сіздерге айтарым, міндетті түрде кітап оқыңыздар. Кітап оққаннан ешқандай ұтылмайсыздар, ешқандай. Сіздердің қазіргі оқыған кітаптарыңыз кейін болашақта адам болуға, маман болуға үлкен септігін тигізеді. Сондықтан мен әрқашанда өз балаларыма да, басқа балаларға да тек қана кітап оқыңдар деп ақыл кеңес беріп, соған шақырамын. Тіпті ата-аналарға айтамын, құр телефон шұқыламаңдар, бір кітап болса да, бір әңгіме болса да оқыңдар деп, сондай өзім шарт беріп отырамын. Және мына тағы бір кітабым бар. Бұл енді ата-аналар оқыса болады. Аударма, Жасыл мейл Стивен Кингтің. Бұл алда тағы да бір Шоушенктен қашу, Мәйет деген 4 сезоны жинақталған кітап шығады, бұйырса Фолиант баспасынан. Сол менің қазіргі атқарып отырған осы қазақ әдебиетіне титтай тамшыдай болса да қосып отқан үлестерім әзірге осы. Ертегілерімді оқыңыздар, ұнайды деп ойлаймын, өйткені ол өзімнің балаларыма ұнады. Және мұғалімдер де, кейбір мұғалімдер оны ашық сабақтарына пайдаланады екен. Сондықтан сіздерге алдағы уақытта барлығыңызға табыс тілеймін. Ең бастысы оқушылар, сіздер кітап оқыңыздар. Кітап оқыңыздар, болды менің айтарым осы. Барлығыңызға табыс тілеймін. Ешқайда кетпеңіздер. Аха. Ал енді құрметті біздің Zoom алаңындағы біздің оқырмандарымыз, ұстаздар, әріптестер, сіздерде енді осы біздің балалар жазушыларын көрдіңіздер, тыңдадыңыздар, сауалдарыңыз бар ма? Әлде өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бар ма? Мен ойлаймын, осы біздің ұлттық рухты, кітапты оқу, оның бәрін біз мектеппен бірге кітапхана бірлесіп басталса, біз ешқандай ұтылмаймыз деп ойлаймын. Сондықтан біз балаларымызды кітапқа, міне бүгінгі көрген балалар жазушыларынан басқа, келесіде тағы да осындай кітапты сериалы шығарады ғой. Келесіде бізде осындай сериалы топпенен балалар жазушыларын сіздермен таныстыруды бастаймыз. Өйткені оны біреу білсе, біреу білмейді. Сіздер бүгін қаншама кітаптарын көрдіңіздер, олар кісілердің естідіңіздер, қаншама қызғылықты кітаптар. Сондықтан кітаптар әртүрлі жанрда, бұл кісілердің әртүрлі жұмыс істеген салалары, әртүрлі мұғалім болса да, осы біздің рухани байлығымызды кішкене өсіп жатқан болашақ біздің ұрпақты тәрбиелеуде, жақсы кітаптарды насихаттауда үлкен жұмыс атқарып жатқан біздің жазушылар. Сондықтан мен айтам, мектеп ұжымы біздің кітапханаменен бірлесіп жұмыс жасайық. Сіздер ұстаз болсаңыздар, бізде кітапханашылар, кітапханашы дегенмен біздер де сіздермен бірдей жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан бізде өткен шараларға сіздердің балаларыңыз келіп қатысып жатыр. Рухани ізденістің үстіндеміз. Егерде бірлесіп жасайтын жобаларыңыз болса, бізбен бірге істейік ол жобаларды. Сол жобалардың ішінде біздің бүгінгі құрметті қонақтарымыз, біздің балалар жазушылары да сіздермен, біздермен бірге жұмыстарын атқарар еді. Кітаптарын біз жақсы көпшілік болып оқыр едік. Ал енді қандай сіздердің тілектеріңіз бар? Кім сөйлейді? Ашық алаң сіздердің. Сіздерге беріп тұрмыз. Құрметті біздің қонақтар бар ма? Ізгі тілек білдіретіндер. Микрофонды қосыңыз, Айдарбекна. Құрметті Zoom-ға қатысушы орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің қызметкерлері және балалар жазушылары, өте қуаныштымыз сіздерді бүгін көргенімізге. Біріншіден және жақсы кітаптарыңызды Зәуре, Рүстем, Мира көріп жатырмыз, өте жақсы.
өте қуанышты екен. Өйткені жаңа Рүстемнің айтып жатқан бір сөзі маған өте ұнады. Елімізде Қазақстан жазушыларының балалар әдебиетінің көркейіп келе жатқаны, балалар әдебиетінің жазушыларының саны көбейіп келе жатқаны өте қуанышты жағдай екен. Менің бір ұсынысым, біз жаңа Зәурені жақсы білеміз. Зәуре біздің кітапханамыздан шықпайды. Балаларға деген барлық өзінің кітаптарын қалай шықты, сол уақытында келіп балаларға ұсыныс жасап, балаларға беріп кетіп жатады. Енді мынау алдымызда отырған Мира мен Рүстем, сіздер жаңа айтып жатсыздар ғой, араңызда балалар жазушылар өте көп деп. Сол кісілермен бірлесіп, осы біздің кітапханаларға келіп, әсіресе балалар кітапханаларына өздеріңіздің әдебиеттеріңізді ұсынып, тұсаукесерлеріңізді көрсетіп, және де осы басқа да жазушыларды бері қарай тартсаңыздар деп ойлаймын. Өйткені біздер кітапханаға жаңадан шығып жатқан, жаңа Рүстем өзіңіз айтпақшы, біздер өзімізді жаңа бір-бірімізбен танысып жатырмыз дегендіктен, біздің кітапханаға келіп, ең бірінші жазушы өз шығармасын тартпаса, олар ешкімге танымал болып қалмайды. Сондықтан танымал болу үшін, ол кісілердің әдебиеттерін балаларға біздер жеткізу үшін кітаптарға келіп, кітапханаға келіп, осы біздерге өздеріңізді таныстырып, балаларымызға, оқырмандарымызға өздеріңіздің кітаптарыңыздың тұсаукесерлеріңізді өткізсеңіздер деймін. Менің осындай ұсынысым бар. Рахмет сіздерге. Қанат аға, микрофоныңызды қоссаңыз. Микрофоныңызды қосыңыз аға. Қанат аға, микрофоныңызды. Қосылды ма? Қосылды аға. Ал енді сіз аға, міне енді ішіміздегі осы бүгінгі Zoom платформасындағы балаларға ерекше кітап сыйлағандардың бірі сіз аға. Енді өзіңіздің не айтарыңыз бар? Мінекей бәрі ұсыныстарды айтып жатыңыз бізбен бірлесіп. Мен сіздермен біргемін, сіздердің чаттамын. Енді бүгін ең бірінші қадам сіздерден басталды. Келесіде сіздерді та екінші сериясында басқа біреулеріңіз болады. Бірақ осы Астанаға жол түсіп қалса, қалай болады аға? Міндетті түрде сіздерге барып алдын ала хабарласып, оқырмандармен кездесуге бізде қуаныштымыз. Жаңа айтып жатыр ғой, Рүстемді айтты, басқа мына Мирада айтып жатыр. Бұл бізде расында қазір мына жазушылардың бұрынғы келе жатқан біздің бұрынғы жазушыларымыз бар. Мысалы, бұрыннан келе жатқан жазушылар Шәкен Күмісбаев, Арасанбай Естен, кім Толымбек Әбдірайым, Сәбит Дүйсенбиев, Ділдар Мамырбаева деген сияқты осындай көптеген жазушыларға қазіргі кезде мына жас буын қаламгерлер қосылып келе жатыр. Содан кейінгі мынау заманауи мына жанрларға қалам тербеп жүрген қаламгерлердің аяқ алыстарына өте қуаныштымыз біз. Жаңағы Рүстемнің жаңағы фэнтези жанрындағы Мираның мына ертегілері барлығы осы балаларға деген бір жақсы сыйлық, әсіресе мына балалар жылында. Енді менің айтатын жалпы айтып келе жатқан ұсынысымыз, балалар жылы деген осы бір жылменен қалып қоймаса, ары қарай балалар әдебиеті жыл деген жалғасын таба берсе деп. Жаңа кітаптарын айтып жатыр ғой. Мынау өткен жыл шықты, Көпір астындағы үй деген менің кітабым шықты. Бұл кітаптың енді ішінде өзі 5 бөлімнен тұрады. Міне хикаяттар, әңгімелер, балғындарға базарлық, ертеде мектеп сахнасында деген осындай 5 бөлімнен тұратын кітап. Бұл жерде негізінен қазіргі кездегі осы уақыттағы балалардың жаңағы тағдырларына байланысты дүниелер өте көп. Мысалы, жаңағы хикаятты алатын болсақ, бұның ішінде Көпір астындағы үй деген мына өзінің ата-анасынан айырылғаннан кейін балалар үйіне барып, кейін өзінің жаңағы шешесін тауып алып, соны бүкіл
ненің барлығын естіліп тұр ма? Естіліп тұр аға. Естіліп тұрса. Бұл жаңағы өзінің өмірін мына көшеге кезер балалармен араласып жүретін көпір астындағы үй деген бұл көпірдің астында өмір сүріп жаңағы балалар үйінен қашып, үйлерінен қашып жүрген балалар аяғында өзінің қателік жасағанын түсініп қайтадан өзінің үйіне барады. Енді бұл шығарманың мазмұнын айтып беру міндетті емес шығар, бірақ осындай әңгімелер бар. Ал енді итырғын деген әңгіме бар. Бұл жерде жаңағы әлгі мына жалпы итті ұстау деген мәселеге байланысты. Мына бізде жалпы қазақта иттерді үйде ұстамайды. Сол жаңағы үйде ұстаған иттермен қандай болған оқиғалар туралы осындай қызықты арасында жаңағы юморы да бар. Осындай әңгімелер алдағы уақытта да дайындап отырған мына шығармалар бар. Мына келесі жылы, биылғы жылы шығатын кітаптарымыз бар. Осы кітаптар шыққан кезде расымен біз енді мына Алматыдағы кітапханалармен, сосын кейін мектептермен байланысымыз өте жақсы. Бұрын мына пандемия болмай тұрған кезде мектептерге баруымыз жиі болатын, бірақ қазірде бұл тоқтап қалған жоқ. Бұл шаруа осы мектептерге барып, кітапханаларға барып, жаңағыдай кітаптың тұсаукесерлерін, сосын кейін бірнеше ақын жазушылар бас қосып осындай нені жоспарлы түрде байланыс орнатып отырамыз. Ертеректе мынау жалпы жазушылардың халықпенен байланысы мынандай технология болмаған күннің өзінде бүкіл елді, ауылды аралап кездесулер өткізетін дәстүрі бар болатын. Қазіргі жағдайда. Ал енді біздің осы мына Zoom платформасында отырған біздің әріптестер және біздің қонақтар, егерде сіздер бар болсаңыздар, енді мына сіздерді тыңдап отырып, бір ой туындап жатыр. Егерде осындай қазіргідей мына локдаун жалғасып таба беретін болса, онлайн форматында жұмыс жасайтын болсақ, онда осы топтағы қазақ-мажар тобында аға, жаңа ойыңызды түйіндейсіз бе ары қарай? Мен қосылдым ба қайтадан? Қосылдыңыз аға, қосылдыңыз. Ортасынан үзіліп қалып жатыр. Иә. Ойды түйіндегенде енді мынау расымен өте үлкен бастама. Бұл енді аяқсыз қалмай басқа да осы қаламгерлермен бір-бірімен араласып, бір-бірінің қандай шығарма жазып жатқанын соны көріп біліп отырғаның өте тамаша. Жаңа әріптестер айтып жатыр, жалпы қаламгердің ары қарай шабыттанып жұмыс істеуінің барлығы оқырмандарына байланысты. Сондықтан біздің мына оқушылармен, кітапханамен тығыз байланыста болғанымыз бұл өзімізге де жақсы, оқырманға да жақсы. Сондықтан енді қаламгерлерге айтарым, жазар дүниелеріңіз көбейсін дейміз. Оқырмандар осы шыққан дүниелермен қауышып отырды, өздеріңіз жаңағы күтіп отырып, және де шыққан шығармаларды оқып отырыңыздар. Кітап оқуға енді мына жақын болыңыздар. Содан кейін мына қазіргі кезде міне баспасөзге жазылу науқаны жүріп жатыр. Сондықтан мына балалар басылымдары, Ұлан, Ақжелкен, Балдырған, Мөлдір бұлақ, тағы қандай бізде көптеген басылымдар бар. Осындай онда да біздің жазушылардың, қаламгерлердің шығармалары беріліп отырады. Сол арқылы қандай жаңағы балалар жазушылары бар екенін біліп отыруға, олардың қай бағытта жұмыс істеп жатқанын барлығын білуге болады. Сондықтан жұмысымыз жемісті болсын. Барлығымыз енді кітапханашылар да, оқытушылар да, мұғалімдер де, қаламгерлер де барлығы осы бәріміз әріптестерміз. Сондықтан барлықтарыңыздың жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Платформасында болған біздің оқырмандарымыз,
құрметті біздің қонақтар, сіздердің қаламдарыңыздың ұшы мұқалмасын, жазарларыңыз көп болсын, берерлеріңіз көп болсын біздің өскелең ұрпаққа. Сондықтан сіздермен біз әркез тығыз байланыста жұмыс жасайық. Енді сіздерден тағы бір өтініш, сіздердің бір кітаптарыңыз біреудің қолына тисе, біреудің қолына тимей жатыр. Сол біздің чат бар ғой, сол чатқа сол кітаптарыңыздың ссылкасын салсаңыздар. Сосын біздің оқырмандарға біз соны жібереміз. Сол біздің оқырмандар жаңа мектеп кітапханашыларына, мектептегі ұстаздарға береміз, олар өздерінің сабағына соны қолданады. Сондықтан айтарым сіздерге ең бірінші үлкен денсаулық, сіздің кітаптарыңызда әркез біздің балдырғандар оқитын болсын. Не дейміз, амандық, саулықта кездесейік. Келесі бір неде екінші сериясымен басқа жазушылар болады, бірақ сіздерге де оны көрсетуге тырысамыз. Әрқашан денсаулық болсын, індеттен аман есен құтылайық. Қызықты кітаптар көп болсын. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет.